Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Эльмира Тоқтагуловна хачапури жасаймыз. Жұмсақ. Бізге керектігі сыр, жұмыртқа, бір стакан сүт керек. Теркадан сырымызды өткізіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай ыдысқа сүтті құйып, бір жұмыртқаны салып араластырамыз. Осы жерде тұз салып жесеңіздер де болады. Араластырып, онды саламыз. Онды салғаннан кейін сырымызды сразу онымен бірге араластырамыз. Сырыңыз тұзды болса, тұз салудың қажеті жоқ. Егер сырыңыз тұзды емес болса, онда тұз саламыз кішкене. Сырдың тұздылығына байланысты дәмін қарайсыздар. Табамызды қыздырып, оған сливочный майды салып, жағып аламыз жан-жағына. Сливочный маймен жасасаңыздар өте дәмі келтіріп тұрады. Астын ақырында тастыр, қатты жандырудың қажеті жоқ. Осылай жағып аламыз. Менде таба үлкенірек болған соң бәрін салдым. Егер табағыңыз кішілеу болса, онда екіге бөліп жасасаңыз болады. Осылай бәрін құйып алып, форманы жайып жібересіздер әдемілеп. Астын ақырында тастыр. Қатты ақыр емес, енді средний отта пісіресіздер. Крышкасын жауып, 3-4 минутқа қоямыз. Бір жағы піскен соң, екінші жағын ақырындап аударасыздар. Өйткені бұл жұмсақ, үзіліп кетуі мүмкін. Сол себепті осындай жалпақтау қасықпен ба, таяқшамен аударасыздар да бетін тағы да жауып қоясыздар. Пісіңкіреп қалған соң сливочный майды бетіне тағы жағып жесеңіздер дәмді болады. Өте жұмсақ, тез дайындалады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Обязательно жауап беруге тырысамын. Ас болсын.